Действительно, ақша табатын стратегиядан ақша тапқыларыңыз келсе, онда біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығыңыздар. Ары кетсе 2-ақ күн уақыттарыңыз алады. Біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығу үшін видеоның астында менің каналым тұр. Сол каналым үстінен бассаңыздар, плейлист деп шығады, немесе ойнату тізімдері деп тұрады. Соның үстінен басқаннан кейін сіздер сабақтарды рет-ретімен көріп шыға аласыздар. Егер де сіздерге қандай да бір нәрсе түсініксіз болса, кері байланыс қажет болып жатса, онда менің cryptoplus.уласқан атты инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз, және сол жақтан кері байланыс алсаңыздар болады. Сізге сәттілік, сабақты бастаңыз. Бұл сабақта мен сіздерге Binance-қа регистрация жасауды көрсететін боламын. Қалай жасау керек, иә? Binance приложениесін көшіріп алсаңыздар, ішіне кіресіздер. Кірген кезде міне дәл осындай бет болады сіздерде. Регистрация деген кнопканы басасыздар міндетті түрде. Одан кейін электрондық почта шығады, иә? Электрондық поштаға міндетті түрде бағанағы скопировать етіп алған поштаны осы жерге жазасыздар. Немесе солны қолмен жазсаңыздар болады, иә? Міне мен мысалға жазып қойдым. Қойғаннан кейін астында галочканы басып, далее кнопкасын басасыздар. Одан кейін сіздерге поштаға осындай код келеді. Сол поштаның ішіне кіресіздер, ашылған поштаны, сол кодты скопировать етіп алып, не істейсіздер? Қояды екенсіздер. Қойғаннан кейін автоматты түрде осындай сіздерге создать пароль деген шығады. Создать пароль шыққан кезде өздеріңіз парольді қоясыздар. Бұл жерде қалай болу керек? Латын әріпімен, яғни ағылшын әріпімен бір үлкен әріп, қалғандары бұл жерде 8 әріптен кішкентай кем болмау керек, яғни 8 саннан, қалғандары әріптер болу керек, кішкентай әріптер. Оның ішінде екеуі сан болу керек, және де бір точка болғаны дұрыс. Точка немесе яғни собачка деген сияқты сондай бір эмблема болу керек та. Сол кезде ғана сіздерде не істейді? Дұрыс ашылады. Осыны қойып алыңыздар. Қойып алғаннан кейін далее кнопкасын бассаңыздар болады, Соны қойып алған кезде міндетті түрде жаттап қалыңыздар. Түсінікті ғой, ол пароль сіздерге алдағы уақыттарда керек болады, міндетті түрде. Мен сіздерге айтқан болатыным, 4 аккаунт ашамыз деп біз. 4 аккаунтқа да бір парольді қойсаңыздар болады, яғни қайталап қоя бересіздер, сол кезде не істемейсіздер, ұмытып кетпейсіздер, парольдарыңызды шатаспайсыздар алдағы уақытта. Сөйтіп, келесі неге өтесіздер? Келесі өткен кезде сіздер так, мына жерден да емес, нет дегенді баса берсеңіздер де болады, керек емес. Одан кейін далее дегенді баса саласыз. Одан кейін сіздерге немесе да дегенді басып, мына жерде жазып қойғанда скопировать етіп алып, немесе тура осыны жазсаңыздар болады. Қаласаңыздар, жазбасаңыздар да болады. И сосын продолжить дегенді басасыздар. Продолжить дегенді басасыздар. Осындай бет шығады. Бет шыққаннан кейін продолжить деп басасыздар. Продолжить деп басқаннан кейін мына жерге міндетті түрде уақыт бөліп қараңыздаршы. Міне нет деген кнопкада өзі таңдалып тұр. Сіздерге айтып жатыр, қазақстанский фиатный ақшаны қолданасыздар ма деп тұр, Бұл жерде не істемейсіздер? Қолданбаймыз, яғни нет деген кнопканы басу керек. Түсінікті ғой, нет. Міндетті түрде нет деген кнопка. Да деген кнопканы бассаңыздар, futures ол жақта шықпайды. Нет деген кнопканы басасыздар и продолжить деген кнопканы басасыз. И одан кейін аты жөндеріңізді мына жерде удостоверениеде қалай тұр? Тура солай. Атыңыз, жөніңіз, фамилияңыз и туған күніңіз бәрі точно сәйкес келу керек, удостоверениеге. И сосын мына жердегі продолжить деген кнопка жанады, егер барлығын толтырсаңыздар. Бұл жерде тек қана удостоверениеге толтырасыздар. Мына бетте продолжить деген кнопканы басқан кезде осы бет шығады міндетті түрде. И сосын ары қарай сіздер мына жерге адрестеріңізді жазасыздар. Өздеріңіздің бір адрестеріңізді белгілей салыңыздар. Жаңағыдай адрестеріңіз тіркелмеген адрес болса да қоя берсеңіздер болады. Ол қатты прям маңызды емес, қатты бір уайымға салынып кетпеңіздер. Одан кейін полный адрес дейді, қайтадан сол жерге жаза саласыз. Одан кейін поштовый индекс дейді. Поштовый индекс дегенде сіздер кез келген Google-ға жазып, мысалға поштовый индекс Қызылорда, поштовый индекс Чимкент, поштовый индекс Астана деген сияқты жазсаңыздар болады. Сол кезде сіздерге шығарып береді. Сол қандай сан тұр, соны жазсаңыздар болады. Дұрыс емес болса да ешкім прям қатты тексермейді. Сөйтіп, Астана болса Астана, қай қала, сол қалаңызды, өзіңіздің қалаңызды жазасыз. Одан кейін продолжить деген кнопканы басасыз. Басқаннан кейін мына жерде сізге
таңдау береді, иә, Қазақстан удостоверение личности, паспорт деп тұр. Паспорт деген ол шетелге шығатын кәдімгі паспорт, удостоверение личности деген ол кәдімгі сіздің көк удостоверениеңіз, иә. Сол екеуін біреуін таңдайсыз. Қазір үшеу таңдалып тұруы мүмкін, үшінші керек емес. Осы удостоверение личности дегенді міндетті түрде басып таңдасаңыздар болады. Енді көбісімізде солай, иә. Соны басқаннан кейін продолжить деп тағы басамыз. Басқаннан кейін тағы да продолжить деп басасыздар. Сол кезде бірінші удостоверениенің алдын не істейсіздер? Скрин жасайсыздар. Соны жасап әдемілеп, иә, әдемілеп жасайсыздар. Чтобы анау иіні, сіздің аты жөндеріңіз суретке түсіріп жатқан кезде анық көріну керек, міндетті түрде. Сол кезде сіздерді жақсы өткереді. Бірінші алдын түсіресіздер, одан кейін обратно сторона дейді, яғни артын сіздер не істейсіздер? Түсіресіздер. Продолжить деген кнопканы басасыздар. Басқаннан кейін сіздер продолжить деп шығады осындай, и сіздерде осындай проверка пройдена деп шығады, осындай закрыть деп пока қоясыздар. Қойған кезде сіздерге пока что не істемейді, бір 15 минуттай уақыт керек болады сіздер. 15 минуттың ішінде сіздерге проверка өтеді. Проверка өткен кезде міндетті түрде сіздер верификациядан өтесіздер. Верификациядан өткеннен кейін дәл осылай сіздерге шығады. Қазір көрсететін боламын. Міне, қайтадан 15 минут күтесіздер. 15 минут күткеннен кейін сіздер төбесіндегі верификация бөлімін басасыздар. Төбесіндегі сары галочка, то есть өзінің эмблемасын соны басасыздар. Басқаннан кейін пока что астына про дегенді үстінен басасыздар. Басып сіздер про версияға өткізіп қоюларыңыз керек. Сол кезде мына жерде пока что обработка деп тұруы мүмкін. Ничего страшно, күтесіздер бір 15 минут, жарты сағат. Күткеннен кейін бір жарты сағаттан кейін или 15 минуттан кейін осындай верификация деп осылайынан шығып тұрады. Осылай шығып тұрғаннан кейін сіздер мына астында лайф деп көрсетіп тұру керек. Сол кезде про версиясында тұрғандарыңызды білдіреді. Міндетті түрде лайф деп көрсетіп тұру керек. Түсінікті ғой, астында. Сол кезде сіздер про версиясында тұрсыз деген мағынаны білдіреді. Яғни осылай өткеннен кейін сіз толыққанды Binance-қа тіркелдіңіз деген сөз. Енді келесі сабақтан бастап Binance-тың настройкасын жасайтын боламыз, және де фьючерс аккаунтты ашып, фьючерстің настройкаларын жасайтын болады екенбіз. Келесі сабақта кездескенше осымен сіздер Binance-қа толыққанды тіркеліп алдыңыздар. Сау болыңыздар.